Пайғамбарлардың атасы болған, Алланың досы болған Ибраһим пайғамбар жайлы не білеміз? Біз сіздермен 28 күнде 28 пайғамбардың өмірбаянын бөлісетін боламыз. Бүгін бізде 7-ші пайғамбар Ибраһим алейхиссалам. Ибраһим пайғамбардың лақабатын білесіздер, Халилулла, Алланың досы, және екінші бір лақабаты Әбул Әнбия, пайғамбарлардың атасы. Енді не үшін Ибраһим пайғамбарға Алланың досы деген лақабат берілген? Аллах Тағала Ибраһим пайғамбарды 3 сынақпен сынайды. Ибраһим пайғамбар осы 3 сынақтан да аман өткен үшін осы Халилулла, Аллах Тағаланың нағыз шынайы досы деген лақабат алған. Бірінші, жанымен қалай сынайды? Ибраһим пайғамбар Килдан қауымына пайғамбар ретінде жібереді. Бұл Килдан қауымы негізі аспандағы ай мен күнге, аспанға табынатын қауым болады. Олардың Әмір деген патшасы болады. Қолына билік келгеннен кейін, байлық келгеннен кейін, ол да өзінің мүсінін салдырып, өзін құдаймын деп адамдарды өзіне табындыра бастайды. Осылайша Ибраһим пайғамбар оларға қарсы келген үшін Нәмрут патша Ибраһим пайғамбарды отқа лақтырады. Сол кезде Аллах Тағала отқа не деп әмір береді? Я нару куни барда ва саламун аля Ибраһим. Ей от, сен Ибраһимге салқын бол, оны жақпа деп әмір береді. Осылайша Ибраһим пайғамбар отқа атылады, бірақ от оны жақпайды. Осылайша бірінші сынақта Ибраһим пайғамбар аман есен өтеді. Ал екінші, Аллах Тағала Ибраһим пайғамбардың баласымен қалай сынады? Білесіздер, Ибраһим пайғамбардың 90 жасына дейін баласы болмаған. Кейін Мысырдың перғауыны Ибраһим пайғамбарға Ажар анамызды күң ретінде сыйға береді. Кейін Ибраһим пайғамбар Ажар анамызды үйленіп 90 жасында көптен күткен ол Исмаил пайғамбар дүниеге келеді. Бірақ Ибраһим пайғамбардың Аллах Тағала берген сөзі бар еді. Аллах Тағала соны түсінде Ибраһим пайғамбардың есіне салып, осылайша Ибраһим пайғамбар өзінің ұлы Исмаил пайғамбарды Аллах Тағала әміріне бойұсынып, нағыз шынайы дос екенін көрсетіп, аяғын байлап, пышақты тамағын тақап кескен кезде пышақ кеспейді. Ибраһим пайғамбар қатты ашуланып пышақты лақтырып береді. Сол кезде пышаққа былай тіл қатады. Ей Ибраһим, Аллах Тағала отқа бір-ақ рет айтты, ей от, Ибраһимді жақпа деп, ол сені жақпады. Ал дәл қазіргі кезде Аллах Тағала маған 70 рет айтты дейді. Ей пышақ, сен Исмаилдің тамағын кеспе деп, мен қалайша Аллах Тағаланың әміріне қарсы келемін дейді. Сол кезде Жәбірейіл періште аспаннан бір қошқармен кеп, осылайша Ибраһим пайғамбар ұлы Исмаил пайғамбардың орнына сол қошқарды құрбандыққа шалады. Осылайша Ибраһим пайғамбар екінші сынақтан да аман есен өтеді. Үшінші, соңғы рет Аллах Тағала Ибраһим пайғамбардың малымен сынайды. Жәбірейіл періште адам кейпінен келеді, кейін Ибраһим пайғамбарға, ей Ибраһим, сен маған малыңды бересің ба дейді, садақа ретінде. Сол кезде Ибраһим пайғамбар, егер сен Аллах Тағаланы бір рет зікір ететін болсаң, саған малыңның 1/3, 2 рет зікір ететін болсаң 2/3, 3 рет зікір ететін болсаң 3/3 барлығын беремін дейді. Осылайша Жәбірейіл періште Ибраһим пайғамбарға қарап, Аллах Тағала 3 рет зікір етеді, Ибраһим пайғамбар оған малының барлығын береді. Осылайша Ибраһим пайғамбар 3 сынақтың 3-інің де өтіп, нағыз өзінің Аллах Тағаланың шынайы досы екенін көрсетіп, Халилулла деген лақап алған екен. Ақпарат пайдалы болса жақындарыңызбен бөлісіңіз, параша тіркелуді ұмытпаңыз.